Құрметті Алматы қаласының тұрғындары, көктем жаңару уақыты, қайта өрлеу бен табиғат жаңаруының белгісі. Бүгін қаламызда Алматы біздің ортақ үйіміз науқаны басталды. Ол 8 мамырға дейін бір айға созылады. Бұл бірде-бір алматылықты бей-жай қалдырмайды деп үміттенеміз. Науқан 4 негізгі кезеңге бөлінген. 8-14 сәуір аралығындағы алғашқы апта біздің қала, біздің көшелер деп аталады. Бұл кезде аудан әкімдіктері коммуналдық қызметтермен бірлесіп көшелерді тазартады. Жер үсті және жер асты өткелдерін, тротуарларды, аялдама павильондарын, бағдар шамдарды, көрсеткіштерді ретке келтіреді. Люктерді ауыстырады, жолдар мен қоқыс алаңдары жөнделеді. Біздің қала, біздің аула, біздің үй атты 15-21 сәуір аралығындағы науқанның 2-ші аптасында балалар мен спорт алаңдары жөнделеді. Үй алдындағы шағын бақтарға ағаш пен гүл отырғызылады. Егер қала тұрғындары қоршау мен қақпасын жөндеп, сырлағысы келсе, біз қажетті материалдар мен бояуларды береміз. 22-28 сәуір аралығындағы 3-ші аптада біздің қала, біздің тау, өзен мен көлдер атты науқанында тауларымыз бен су айдындарын жиналған қоқыстардан тазартамыз. Қаладағы саябақтар мен скверлерді ретке келтіреміз. 29 сәуір мен 8 мамыр аралығындағы біздің қала, біздің мақтаныш деп аталатын соңғы кезеңде мамыр айының мерекелік аптасында Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық ұйымдардың атсалысуымен Алматының ескерткіштері мен мәдениет нысандарына назар аударылады. Дәстүрлі түрде қаладағы фонтандар іске қосылады. Осы айда Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға ерекше көңіл бөлініп, жан-жақты қолдау көрсетіледі. Алматы біздің ортақ үйіміз, науқаны қала мен тұрғындардың күш-жүгері мен мүмкіндігін біріктіретініне сенімдіміз. Науқан аясында көптеген шығармашылық іс-шара мен байқау, мысалы, үздік аула, балалар суреттері байқауы, плогинг және тағы басқа іс-шаралар ұйымдастырылады. Қаланың ең белсенді тұрғындары, үздік коммуналдық қызметкерлер мен үкіметтік емес ұйымдар бағалы сыйлықтармен марапатталады. Алматы біздің ортақ үйіміз науқанның барысы туралы ақпаратты алматы.kz сайтынан және Алматы әкімдігінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшалардан көре аласыздар.